Қарашығанақ тарихы. Қазақстандық мұнай-газ өнеркәсібі жылнамасында алтын әріптермен мәңгілікке жазылған. Бүгінде кеніштің аты орасан зор ақша салымдарымен, көмірсутек шикізатының рекордтық өндірісімен, инновациялық технологиялармен, мыңдаған жұмыс орындарымен және әлемдік деңгейлі әлеуметтік жауапкершілікпен байланыстырылады. 20 ғасырдың 70 жылдары Орал өңірінде геологиялық және іздестіру зерттеу жұмыстары басталып, нәтижесінде бірегей кен орны ашылды. Осылайша, Қарашығанақтың жаңа тарихы басталды. Оны игеру жеңілге соқпады. Өндірістің күрделі технологиясы, берік жыныстар және шикізаттағы күкіртсутекпен қатар, қаһарлы ауа райы да қосымша қиындықтар туғызды. Әрине заманымыз мүлдем басқа еді. Бүгінгідей жайлылық болған жоқ. Кен орнына бізді кез келген уақытта жүк көлігімен жеткізіп жүрді. Қыс уақытында қиындықтарға тап болдық. Көлігіміз істен шығатын, қарға батып тұрып қалатын. Ол уақыттағы аязда әлдеқайда қаһарлы еді. Бұрғылаушылар 40 градустан төмен аязға қарамай жұмыс істеп жүрді. Уақыт өте келе еліміз үшін осының барлығы тұтас бір тарихи дәуір болғанын түсіне бастайсың. Ал бұл дәуірдің тарихын дәл осы біздің мамандарымыз, бұрғылаушыларымыз, геофизиктеріміз жасады. Қарашығанақ қорларын барлау жұмыстарына Қазақ КСРО геология министрлігінің бас геологы Сухан Камалов зор үлес қосты. 1976 жылдың өзінде-ақ ол Каспий маңы ойпатының солтүстігінде Бөрлі ауданы аумағында геологиялық барлаудың перспективаларын дәлелдеген еді. Жұмысты бастау бойынша нақты кеңестер берді. Геологиялық барлау ардагерлері Николай Сумкин, Олег Марченко, Эдгард Вацалевский және Таумыш Жұмағалиевтерде жобаға құнсыз үлес қосты. 1979 жылы Орал мұнай-газ геология трестінің геологиялық барлау экспедициясы құрылды. Барлау ұңғымасы бұрғыланып, сенімді геологиялық ақпарат алынғаннан кейін, тереңдігі 5000 метрге дейінгі ұңғымаларды бұрғылау және бекіту үшін кен орны аймағында 15 бригаданың жұмысы өрістетілді. Күрделі міндеттерді орындау мақсатында сол заманның ең озық технологиялық әдіс шешімдері дайындалды және қолданысқа енгізілді. Заманауи жабдық, соның ішінде канадалық Партатест өнімі жеткізілді. 1984 жылы Қарашығанақты өнеркәсіптік пайдалану басталды. Көптеген өндірістік және тұрмыстық нысандар іске қосылды. 1990 жылға дейін кен орны жоғары қарқынмен игеріліп келді. Шикізат Орынбор газ өңдеу зауытына жіберіліп тұрды. Дегенмен Кеңес одағының ыдырауы жоба дамуына елеулі өзгерістер енгізді. Қарашығанақ ақша салымдарына, заманауи технологияларға және шетелдік серіктестердің тәжірибесіне мұқтаж болды. Дәл осындай шиеленіскен уақытта Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев стратегиялық маңызы бар шешім қабылдап, шетел инвесторларына жол ашты. Осындай қадам арқасында дағдарысты жеңуге және елдің серпінді дамуына мүмкіндіктер жасалды. Елбасы Қарашығанаққа бірнеше қайтара келді. Кеніштің жаңа нысандарының ашылуына қатысты. Республиканың мұнай-газ саласының қалыптасуындағы Қарашығанақтың айрықша маңызын баса айтты. Қарашығанақ бойынша келіссөздер жүргізуді алғашқы болып Италия мен Ұлыбритания елдері бастады. 1997 жылғы қараша айында Қарашығанақтың өнімін бөлу туралы түпкілікті келісімге қол қойылды. Консорциум бойынша серіктестер кен орнындағы өндірісті әлемдік деңгейге сай модернизациялау және қайта жабдықтау мақсатын көздеді. Тәуелсіз республиканың тұңғыш энергетика министрі Қадыр Байкенов Қазақстан тарапынан бұл үдеріске сүбелі үлес қосты. Қарашығанақ кеніші өте танымал және әлемдегі ең ірі газ конденсат кен орындарының бірі болып табылады. Оның игерілуі 79 жылы Камаловтың басшылығымен Уральск нефтегеология кен орнын ашқан соң 1984 жылы басталды. Сол кезден бері Қарашығанақ кен орнының тарихы бастау алып, өте қиын кезеңдерден өтіп дамыды. Басында жер астында шын мәнінде өте ірі кен орны табылғаны және ол 3000-нан 5500 шақырымға дейінгі тереңдікте орналасқан туралы деректер алынған кезде әрине тиісті технологияны және білікті кадрларды дайындау қажет екендігі айқын болды. Оның бәрі бізде болмаған. Дегенмен сол кеңес үкіметі кезінде 84 жылы бұрғылау жұмыстарын жүргізе бастап, алғашқы газ, алғашқы мұнай және алғашқы конденсат өндірілді.
Сарапшылардың бағалауы бойынша өткен 10 жылдықтар барысында Қарашығанақ елеулі нәтижелерге жетті. Бүгінгі Қарашығанақ әлеуметтік жауапты жобаны тұрақты даму қағидасы бойынша жүзеге асырып жатқан мыңдаған қазақстандық мамандар еңбектенетін әлемдік деңгейдегі жоғары технологиялы өндіріс. Сегодня Карачаганак в стране. Қазіргі таңда Қарашығанақ өндіріс серпіні мен көлемі бойынша көшбасшылар қатарында бола тұра, Батыс Қазақстан облысының ғана емес, бүкіл еліміздің экономикасының дамуына сүбелі үлесін қосып келеді. Қарашығанақ жобасы бойынша серіктестер мен акционерлер мемлекетіміздің барлық бастамаларына белсенді қолдау көрсетіп, мемлекеттік бағдарламаларына қатысып, жергілікті билікпен және әкімдіктермен жақсы өзара әрекет жасайды. Сонымен қатар КПО-ның әлеуметтік бағдарламасы жақсы. КПО компаниясы жаңа әлеуметтік жұмыс орындарын ашу, жаңа әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру, жаңа жолдар мен балабақшаларды салу және газдандыру арқылы еліміздің әлеуметтік саласының дамуына үлесін қосады. Бүгінгі таңда өткен кезеңдерді ескере отырып, КПО компаниясының акционерлері, ұйымы және басшылығы жеткен жетістіктерін мақтан тұтатын жөні бар және олардың әрі қарай даму мүмкіндіктері зор. Қарашығанақ Орал өңірінің басты байлығы, ал оны игеру аймақ экономикасының дамуына мүмкіндік беретін маңызды фактор. Әлеуметтік жауапты компания ретінде КПО тауарлар мен қызметтерді сатып алу үдерісіне жергілікті жеткізушілерді белсенді қатыстырып, осылайша облыстың индустриалды инновациялық дамуына жағдай жасайды. Біздің облыс еліміздегі қарқынды дамып келе жатқан өңірлердің бірі. Облыс аумағында осыдан 40 жыл бұрын ашылған Қарашығанақтай мұнай-газға бай таптырмас кен орны орналасқан. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қалыптастырған инвестициялық климат аясында КПО BV консорциумы жергілікті кәсіпорындармен тығыз іскерлік қатынаста болып, олардың өнімдері мен қызметтерін пайдалануда. Ақжайық өңірінің өсіп өркендеуі жолында консорциумның алар үлесі зор. Бөлінген қаражат есебінен жолдар жөнделіп, ауылдарға көгілдір отын жеткізілді. Денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет және спорт ғимараттары жаңадан салынуда. Қарашығанақ кен орны ашылғалы бері 40 жыл бойы осы жобаның жүзеге асыруға өлшеусіз еңбек сіңіріп келе жатқан геологтарды, газ бен мұнай саласының мамандарын және әртүрлі саладағы қызметкерлерді шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан үшін Қарашығанақ көлемі тұрғысынан да, қолданылатын технологиялар жағынан да және ең бастысы, қоғамдастықтар алдындағы бизнес жауапкершілігінің аса жоғары деңгейі бойынша да теңдессіз және құнсыз тәжірибе. Қарашығанақ кен орны 40 жылдан бері игеріліп келеді. Бірақ кен орны даму алған алып емес. Қазіргі таңда жұмыстардың белсенділігі артып келеді. Бұл өндіріс көлемін ұлғайту және кеңейту жобаларымен айғақталады. Біздің Қазақстан Республикасы және бас компаниялардың алдындағы міндеттемеміз. Осы жобаларды қауіпсіз, уақытылы және бюджет шеңберінде жүзеге асыру. Мен қауіпсіздік техникасының үздік көрсеткіштері бизнестің үздік көрсеткіштерімен дұрыс байланысты екеніне сенімдімін. Сонымен қатар біз жергілікті қоғамдастықтың өміріндегі маңызды рөліміз туралы ұмытпауымыз қажет. Себебі КПО Қазақстандағы ең ірі компаниялардың бірі болып табылады. Және Батыс Қазақстан экономикасының дамуына сүбелі үлесін қосып келеді. Қазақстан Республикасының үкіметі өнімді бөлу туралы келісімде мемлекеттік мүдделерге өкілдік етуші тұлға ретінде өкілетті орган PSA жауапкершілік шектеулі серіктестігін тағайындады. КПО компаниясы мен қазақстандық жақ арасындағы қарым-қатынас әрдайым өзара түсіністік және серіктестік қағидаларына негізделді.
40-летний юбилей Карачаганакского месторождения. Қарашығанақтың 40 жылдық мерейтойы еліміздің мұнай-газ саласы үшін, сонымен қатар КПО BV компаниясының көп ұлтты ұжымы үшін үлкен кезең. Қазақстан Қарашығанақ кен орнының тиімді дамуына тікелей мүдделі. Өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімге қол қойылған сәттен бастап, Қазақстан өткен 20 жыл ішінде бюджетке салық және басқа да түсімдер түрінде 17 миллиард доллар кіріс түсірді. Осы өткен кезең ішінде мердігер шетелдік консорциум ретінде Қарашығанақ жобасына 24 миллиард ақш долларынан астам қаржы инвестициялады. Бірақ бұл инвестициялардың материалдық емес жағы да бар, және оны барлығымыз білеміз. Осы 20 жыл ішінде мұнайшылардың үлкен ұрпағы өсіп те қалды. Оның үстіне біз өзімізде осы жобада өсіп келдік. Сонымен қатар осы жылдар ішінде өз құзыретін, кәсіби деңгейін, дағдыларын дамытып арттырған қазақстандық компаниялардың саны да аз емес. Қарашығанақ басшылығы жобадағы қазақстандық қамту үлесін белсенді ұлғайтып келеді. Жергілікті қамту бағдарламасының мақсаттары ұлттық индустрияны дамыту және мұнай-газ жобаларындағы қазақстандық компаниялардың қатысуын арттыру үшін қолайлы жағдайлар туғызу бойынша республиканың бастамасына толығымен сәйкес келеді. Әр 2 жыл сайын біздің компанияда қазақстандық даму бағдарламасы дайындалып бекітіледі. Осы бағдарламаның ішінде тауарларға, қызмет көрсетуге және жұмыстарға қазақстандық қамту жөніндегі индикаторлар тағайындалады. Дәл осындай индикаторлар алдымызда келе жатырған Қарашығанақ кеңейту жобаларының ішінде де бар. Соңғы жылдардағы бастамалардың ішінде аймақаралық ынтымақтастықты да атап өтуге болады. Осының барлығы белгілі бір жетістіктерге жеткізіп отыр. Қазіргі кезде жұмыс пен қызмет көрсету салаларында қазақстандық қамту деңгейі 70%-ке жетіп отыр. Ендігі біздің мақсатымыз Қазақстанда шығарылатын тауарларды дамыту болып табылады. Егер осыдан бірнеше жыл бұрын біздер қарапайым құрылыс материалдарын немесе азот пен бензинді алатын болсақ, қазіргі таңда қалың қабырғалы, ауыр сепараторлар, немесе бұрғылау долоталары, трансформаторлар сияқты жоғары сапалы тауарларды алып жүрміз. Өндірісті жетілдіру және ұлғайтуға бағытталған әрбір қадам экологиялық жете сараптамадан өтеді. Қазіргі уақытта газды кәдеге жарату көрсеткіші 99,94% құрайды. КПО-ның қоршаған ортаны қорғау саласындағы стратегиясы жасыл экономика мақсаттарына толықтай сәйкес келеді. Ал елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жасыл экономикаға өту үдерісін мемлекеттік саясаттың негізгі беталыстарының бірі деп атаған. КПО компаниясы қазақстандық мамандарды оқытуға және кәсіби дамытуға белсенді атсалысып келеді. Және бұл жұмысымыз өз жемістерін беруде. Я работаю на месторождении Карачаганак. Мен Қарашығанақ кен орнында 1987 жылдан бері жұмыс істеп келемін. Компаниямыздағы жалақының және әлеуметтік жеңілдіктердің деңгейі айтарлықтай жоғары. Кәсіби дамып, мансапқа жетуге бар мүмкіндіктер жасалған. Я работаю в компании более... Мен компанияда 25 жылдан астам жұмыс жасап келемін. Менің еңбек қызметім өндірістік бөліммен байланысты. Осы уақыт ішінде маған көптеген қызықты адамдармен жұмыс істеудің сәті түсті. Біздің компания жергілікті қызметкерлерді оқытуға және біліктілігін арттыруға ерекше көңіл бөледі. Бұл олардың кәсіби өсуі мен дамуына оң ықпалын тигізеді. КПО-дағы жұмыс және кадрларды оқыту мен ұлттандыру саласындағы компанияның сауатты саясаты маған кәсіби өсуге мүмкіндік берді. Қарашығанақтың белсенді қатысуы арқасында 20 жылға жуық уақыт бойы Орал өңірінде әлеуметтік жобалар жүзеге асырылып келеді. Орал қаласында және аудандарда ондаған әлеуметтік нысандар құрылды және жөнделді. Жолдар мен инженерлік коммуникациялар салынды. Олардың тізімі атқарушы билікпен бірге анықталғандықтан ең өзекті мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. 40 жылдық мерейтой үлкен жолдың қадамы ғана. Алдымызда Қарашығанақ жобасын кеңейтуге және өңірдің одан әрі тұрақты дамуына бағытталған биік белестер бар. Қазақстан Республикасы, жергілікті қауымдастықтар және Қарашығанақ бойынша серіктестер игілігі үшін КПО тың өндірістік шыңдарға ұмтылуды жалғастырмақ.
On behalf of the multinational team of Karachaganak Petroleum, Қарашығанақ Petroleum Operating BV көпұлтты ұжымы атынан Қарашығанақ кен орнының 40 жылдық мерейтойымен барлығыңызды шын жүректен құттықтаймын. Қарашығанақ өмір жолы құрмет пен тағзым сезімдерін оятатын мыңдаған адамның басын қосты. Осы жобаның алғаш ізін ашқан барлық адамдарға, Қарашығанақ ардагерлері мен қызметкерлеріне зор алғыс білдіруіме рұқсат етіңіздер. Олардың ынта жігері мен ерен еңбегі өсіп келе жатқан ұрпақ үшін үздік мысал. Мүмкіндікті пайдаланып, барлығыңызға ырыс береке, денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақыт пен шаттық тілеймін. congratulations.